Аталмыш шараға өз үлестерін қосып отырған нөмірі 10 мектеп ұстаздары мен оқушылары және қалалық мұражай ұжымы. Ғылыми танымдық конференцияда Кентау Қаратау тәжі, Кентау қаласының өндіріс орындары, сүйікті қаламыздың көркеюі біздің басты міндетіміз атты тақырыпта жан-жақты ғылыми зерттеу жұмыстары айтылды. Сонымен қатар бұл мұражайда Кентаудың қабырғасын қалаған ұлы адамдардың есімдері, суреттері, жұмыстар қойылған. Мақсат өскелең жастарға Кентаудің қалай қалыптасқанын тарихи жадыларына сіңдіру. Жалпы 2017 жылы қаланың 60 жылдығы мерейтойы үлкен көлемде өткізілгелі отыр. Олар осы 2017 жылға байланысты көптеген іс-шаралар бастап қойды. Соның біріне мұражайымызда өтіп отыр. Оның ішінде оқушылары, тәлімгерлер, ағайын қатысуымен өтті. Құдай қаласа, биыл 2015 жылы осы біздің мұражайымызда бұндай ғылыми конференциялар сонымен қатар көптеген іс-шаралар өткізу жалпы қолға алынайын деп отыр. Бұл тек қана мұражайда ғана емес, қаламыздың әртүрлі мекемелерінде де ұйымдастырылайын деп отыр. Кентау қаласы 1905 жылы тамыз айында Оңтүстік Қазақстан облысында құрылды. Қаланың бұрынғы атауы немесе қала құрулардағы елді мекеннің атауы Мырғалымсай делінген. Мырғалымсай деген кен орны да бар. Кентау қаласының құрудағы мақсат Ашсай полиметалл кенішін байыту жұмыстары болады. Кентау облыс орталығы болып саналатын Шымкент қаласынан 260 шақырым жерде орналасқан. Түркістан қаласымен арадағы қашықтық 30 шақырымды құрайды. Кентау Қаратаудың етегінде орналасқан қала болып саналады. Қаламызды кезінде 1959 жылы Кентауға келген әйгілі жазушы ұлы Мұхтар Әуезов соншалық сүйсіндірген Кентауды біз қазыналы Қаратаудың тәжі дер деп үлкен баға берген деседі. Барлығына айтар едім, ол 60 жыл дата ғана емес, оның осы қаламыздың тарихына терең үңілейік. Біздің қаламыз өзі білесіздер, мінекей 1955 жылы негізі қаланса, үлкен даму кезеңінен өткен. Біз қанша 90 жылдар қиналсақ, біздің қаламыз тік тұрып, қазір моноқала бағдарламасы бойынша алға келеді. Бір шетінен бұның мақсаты оқушылардың бойына өзінің туған жерлері, туған қалаларына деген патриоттық сезімін ояту. Осы қаланы туу өскендердің мақтаныш тұтсын деген мақсатпен ұйымдастырылды. Тоқырау кезеңдерді басынан өткерген Кентау қаласы еңсесін көтеріп келеді. Кендігет елдегі 27 моноқаланың қатарына қосылған еді. Бүгінгі таңда жасыл желекпен көмкеріліп, абаттандырылған қала көшелердің көркі көз татады. Моноқала бағдарламасының бағыты айқын, жоспары жүйелі. Кентаулық оқушылар патриоттық тақырыпта, яғни Кентау қаласы мен отанға арналған өлең жолдарында тарту етті. Жанна Әлембаева, Ержан Бейбітов, Тұран Түркістан.